орамал дейді, тағы басқа. Жалпы осы бір тақырыпқа кішкене көтерсек, себебі расымен ол қалада да болып жатқан мәселе, ауылда да болып жатқан мәселе, жалпы бүкіл еліміздің мектептерінде, оқу орындарында орын алған зат. Яғни не үшін немесе не себепті ол дәл осы тақырып соншалықты қиын деп ойлайсыз өзіңіз дәл қазір? Ол нақты жүргізіліп жатқан политика. Мен мынандай статистиканы алдым. Әлемде адамдардың өліміне себепші болып жатқан мәселелердің бұқаралық ақпарат көздерінде қайсылары қаншалықты айтылады дегенге келгенде, ең бірінші орында 35% терроризмнен өледі деген ақпарат келеді екен адамдар. 35% деген сөз телевизорда айтылатын немесе ақпарат көздерінен сайттарда айтылатын адамдардың дүниемен қоштасу себебінің 35% терроризм. 3 адам дүниеден өлсе, біреуі соның әсерінен өледі дейді. Екінші орында нақақтан нақақ қасақана кісі өлтіру, убийство 22% тұр. Үшінші орында рак тұр 13%, одан кейін 10% самоубийство тұр. Енді осы аталған себептерді қарасақ, 80% адамдардың дүниеден өтуінің себебі, егер бұқаралық ақпараттар құралдарына сенетін болсақ, солардың айтуынша, солардың қозғап жүруінше осы 4 себептен екен. Енді осы статистиканың қасында қызық тағы бір статистика бар. Ал шынайы экспертиза жүзінде тексерілген кезде, тіркелген кезде ол адамдардың дүниеден өтуінің себебі не болды десе, 30% ракта, 29,5% жүрек аурулары. И сол шынайы статистикада терроризм деген статья мүлдем жоқ. Ол бар, бірақ ол ана жерде көрінбейді, ол 0,0 бір нәрсе пайыз ғана. Убийство, қасақана адам өлтіру, ол да көрінбейді. Ол бар, бірақ оның да мөлшері, долясы өте аз. Статистикасы өте төмен. Сөйтеміз, онда неге бізге соншалықты көп айтады? Өйткені қарапайым халық қаяққа сенеді, ақпаратқа сенеді. Бұрын үлкен кісілер газет журналға сенген секілді, қазір телевизор қарайтын адамдар телеканалда айтылған нәрсеге сенеді. Сосын YouTube'да көрсетілетін нәрселерге сенеді. Ол жерде не айтады? Халықты басқару үшін үркітіп, қорқытып, жаңағыдай жаңалықтарды көрсету керек. Діннен шорқақ қылу керек, қашыру керек. Сөйтеді дағы бізге білім саласына бұны жақындатпау керек деген ақпаратты лақтырады ортаға. Сен деген неге мектепте ішімдікті жақындатпау деген нәрсені қозғамайсың? Сол құртып жатыр ғой қаншама отбасыны. Қазақстанда ажырасу мен жасөспірімдер арасында өз-өзіне қол жұмсау рейтингісі өкінішке орай әлемдік үштікке кіреді. Неге сен соны қозғамайсың? Адамдар стрессте өмір сүріп жатыр. Адамдар қатты бір напряженностьта жүр. Біз тұрамыз да біреудің орамалына тиісеміз. Ол жеке шешімі. Біз айырлы мемлекеттікпіз, светский государствомыз, анау христиан болды ма, мұсылман болды ма, иудей болды ма, буддист болды ма, какая разница? Светский мемлекетте өмір сүріп жатсың. Егер сен оны атап тұрсаң сен. Неге мынау түрлі түстілер қауымдастығына сондай шектеу салмайсыңдар онда? Олар жүр ғой, балаларымыз көріп жатыр ғой. Қазір Инстаграмда кәдімгідей қазақша осылай әдемілеп сөйлейтін түрлі түстілер қауымдастығы бар. Сен ондай болсаң, бәрі дұрыс. Сен сондай оқушы болсаң, кел, біз саған қолдау көрсетеміз, біз сені сыртта қалдырмаймыз деп. Кәдімгідей агитация жүріп жатыр да. Ол бала қолында смартфон ұстайды, оны көреді. Неге оған шектеу салмайсың? Ол өте үлкен мәселе. Адамның жеке діни көзқарасы, конституциямызда аталған діни көзқарасы адамның несіне ешкім айта алмайды. Ол кәмелет жасқа толған адам. Орамалмен жүре ме, қалай жүре ме? Қысқа юбка, тізеден жоғары юбка киіп отқан қаншама апайларың бар? Анау 2-ші класс, 4-ші класс балалардың алдында секіріп жүрген тақтаның алдында. Отырған кезде ана қысқа юбка, тізеден жоғары юбка мүлдем саннан жоғары болып кетеді. Неге ол туралы айтпайсыңдар? Дене этикетқа келген кезде. Неге біреудің орамалын тиісіңдер? Өскеменнен бір мешіттің имамы звондайды, мен таниды. Ареке, жеке жағдаймен хабарласып тұрмын дейді. Маған 150 километр жердегі мектепке хабарласып тұр да.
Иә, ағатай, айтыңыз, қандай бұйымыңыз бар? Менің қарындасым орамал тартады, университетте практикадан өту керек, қаланың ешқандай мектебі 2 айлық практикадан өткізуге алмайды. Практикадан өткізуге кіргізбейді. Қуасыңдар ма? Аға, без проблем. Келсін, өтем десе өткізіп берем. Ешқандай да қиыншылық жоқ. Ешқандай да шектету болмайды. Мен бұны айтып тұрған кезде Қазақстанның азаматы ретінде айтып тұрмын бірінші. Конституцияның өзіміз көріп, оқып, айтып жүрміз. Бұл заң бұзушылық. Мектепке хижаб киген қыздарымызды жұмысқа алмау, ол заң бұзушылық. Бұны депутаттарымыз бәріміз қозғау керек. Жалпы кеше өкінішке орай, мен қазір бұны оқып берейін. Мен жаңа бір материал дайындап жатырмын. Оның толық нұсқасын өзім шығарам, Құдай қаласа. Бірақ мына жерде шамалы тизерін жасап жіберейік. Бедит. Президент подписал закон по вопросам образования и безопасности детей. Балалар қауіпсіздігіне байланысты заңға қол қойды. Оның ішінде шынымен де өте маңызды нәрселер бар. Мемлекеттік мектептерге, жалпына үйлердің құрылысын салуына, жаңа балалар терден құлап қалатын жағдайлар ғой. Соның барлығы керемет айтылып келеді дағы. Мынандай бір статья тұр. В учебных заведениях запрещено распространение религиозной и любой вредоносной информации. То есть бір жақ таразыда религиозный деген информация тұр, және вредоносный. Ортада и деген союз тұр, мынақта любой вредоносный информация тұр. Сонда сен мына діни, имани, рухани мәселелерді вредоносный информацияның қатарына бірдей қойып айтып тұрсың ба? Мен қарсы емеспін, шығар бұл заңды. Бірақ мынаны бөлек статьяға қой. Ол мектеп мешіт емес, айтылмай қойсын да, бірақ бөлек статьяға қой. Вредоносныйды сен бөлек статьяға қой. Неге сен екеуін бірге қойып қойдың? Значит, сен бұны берген депутаттар мына рухани мәселені қауіпті мәселемен салыстырып тұрсын. Онда сен мектептің әдебиет кітаптарын ал да, Абайдың 45 қара сөзін алып таста. Алланың сөзі арасы өзі арасы деген өлең шумақтарын алып таста. Ыбырай Алтынсариннің әр мектептің маңдайында жазып тұрған кер балалар оқулықтың бірінші жолы бір Аллаға сеніп кел бар оқулық, оны да алып таста. Мағжан Жұмабаевтың мен жастарға сенемін, Құраны бар қолында, иманы бар жүректе, оны да алып таста. Бүкіл жалпы қазақ зиялыларының еңбектерін алып таста. Көзбояушылықпен айналыспа. Неге? Олардың барлығының жазған ақпараты діни, рухани, имани нәрселерге негізделген. Ал егер сен религиозный и вредоносный дейтін болсаң, онда давай өзің бір нәрсе шығарда, әдебиетті жазда, соны бер. Бұл өте ақмақтардың ісі. Шын айтайын, бұнда несу. Мен қарсы емеспін, тағы да айтам. Діни басқарма бар, мешіттер бар, ата-ананың рұқсатымен сауатын ашқысы келсе, балалар барсын, пожалуйста. Ол бізде ешкімге шектеу қоймаған. Христиансың ба бар, шіркеуге бар. Мұсылмансың ба бар, мешітке бар. Мектепте болмақ қойсын бұл, шақыру үндеу деген. Бірақ жаңағыдай статьяларда бұл мәселені қауіпті нәрсенің қасына тең қою, бұл өте үлкен ақмақтық. Және бұны президенттің алдымызға апарып қол қойдырған адамдар да сол категориядан. Енді бұл мәселе өзгеру үшін ол мемлекет деңгейде бір шешімдер қабылдану керек пе деп ойлайсыз ба? Әлде қалай өзгеру болады? Яғни мысалы қазір ойланып қарасаң, өз еркімен бағанағы орамалды киген біздің бір қарагөз қарындасымыз, иә, мысалы кәмелет жасқа толғаннан кейін, яғни ол мектеп жасына толады ғой көбіне. Мұсылмандық бағанағы сенім бойынша ол 14-15 жасына уже толады. Кигісі келсе де кие алмайды. Мен біраз ата-ананы білем, сол себепті жеке меншік мектептерге балаларын оқытып жатыр қазір. Қанша қиналса да, қанша қаржылық ауыр болса да, дәл сол себеп үшін апарып жатыр. Двойные стандарты да бізде. Хэллоуинде шайтан болып киінуге болады. Өзінің ар намысын сақтап, өзінің ішкі шынайы сенім көрсетіп, орамал тарту үшін болмайды. Ден Валентинкиға коробка қойып қойға болады, жүректерді мен сені сүйем деген посылдарымды жазуға. Ал жоқ, мен өзімнің жаңағыдай
қыз болып келе жатырмын, менің гормондарым өзгеріп жатыр, менің денемде өзгерістер болып жатыр, оны мен ашық шашық көрсете алмаймын аралас мектепте. Оны жауып жүру менің жеке қалауым деген нәрсені сақтауға рұқсат бермейді. Қалай біз кімді алдап жатырмыз? Мыналарды кәдімгідей дым шектеу қоймайсың, бірақ ол біздің ата бабамыздың ұстанымына, жалпы академиялық ортаңда ұстанымында жат нәрселер, бірақ мыналарға шектеу қоясың адамның жеке қалауына. Онда екіжүзділік танытпай тікелей айтайық, біз осындаймыз, біз діннен қорқамыз деп айтайық, или бір нәрсе деп айтайық. Мына Қырғызстан тұр ғой қасымызда. Олар сияқты енді біздің қауіпсіздік саласындағы біздің қызметкерлеріміз олардан артық жасамаса, кем жасамайды ғой. Оларда рұқсат етілген нәрсе неге бізге рұқсат етілмейді? Бұл өте үлкен тема. Бұл жалпы бөлек подкастта бұл туралы айтылатын ойым көп. Мен өзім жеке пікірім сондай. Адамның шын конституциямен қорғалған таңдау бар ма? Онда оған кедергі етпеңіздер. Бірақ адам мектепте он дінге шақырумен, біреуді үгіт насихаттаумен айналыспау керек. Ол ондай мекеме емес, ондай жер емес. Оған арнайы жер бар, арнайы мамандар бар, арнайы оқытылған қағаздар бар, адамдар бар. Сол жер бар, сауатын ашсын. Бірақ менің таңдауыма әсер етпеді. Мен жалпы этиканы бұзып отқан жоқпын, ашық-шашық киініп отқан жоқпын. Өзім сенің намыстанып отырмын, білімімді, пәнімді өте жақсы білем ба? Жұмыс істеңдер ол кісілермен, рұқсат етіңдер. Ол біздің қоғамның азаматшасы. Біз оларды шеттете алмаймыз. Ол қазір андай түрлі түстілер өздері меншинствомыз, бізді қорғаңдар деп ұран соғып отқан кезде бейшара қарындастарымызды қалай қорғамаймыз? Мен қорғаймын. Жігіт ретінде, азамат ретінде, осы елдіге жанашыр ретінде мен бұған өз мектебімде де, өз мектебіміз, мемлекеттік мектеп болса да, мен отырған кезде бұндай нәрсеге, бұларды шектеуге жол бермеймін. Или мен алып тастаңдар. Бірақ ұстанымым, көзқарасым